Сәлем достар, сендермен бірге мен Арман. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ал енді қараңыздар. Мына фотодағы қыздың аты Элиза Лэм. Ол 2013 жылы қайтыс болған. Оның денесі Лос-Анджелестегі бір отельдің үстінен табылған. Бірақ та оқиғаның ең қорқынышты бөлігі сол отельдің ішінен Элизаның өліміне бірнеше минут бұрын қалған кезде түсірілген видео табылғаннан кейін басталды. Видеодағы қыздың іс-әрекеттері өте біртүрлі. Лифттің кнопкаларын қайта-қайта баса бастайды, біреуден тығылған сияқты болады және өте түсініксіз қимылдар жасай бастайды. Қыздың ішінен ешқандай есірткінің іздері байқалмаған және де лифтіде одан басқа ешкім болған жоқ. Лифттен шыққаннан кейін ол қыз отельдің шатырына шығып, суға батып өлген. Әрине, аса қызықты әңгіме емес. Сонда да оның қалай шатырға шыққаны және де мына видеода оның не істеп жүргені әлі күнге дейін белгісіз. Элизаның өлімі әлемдегі ең бір қорқынышты және түсініксіз өлімдердің бірі болып табылады. Толығырақ ғаламтордан көрсеңіз болады. Бірақ та қаншалықты қорқынышты болса да, бұл өлім. Барлық адамдар бір күні өледі. Мына жердегі саннан сіз осы видеоны қосқаннан бері әлемде қанша адам өлгенін көрсеңіздер болады. Ал енді егер сіздерге дәл қазіргі уақыттағы статистика керек болса, онда World to Matter сайтына кіріңдер. Бірақ та ұмытпаңыздар, бір күні осы санның ішіне біз де қосыламыз. Осы уақытқа дейін сіз қанша уақыт өмір сүрдіңіз? Қанша минут өмір сүрдіңіз? Мен Олкок сайтына кіремде өзімнің туған күнімді, жылымды және айымды жазам. Сол кезде ол маған осындай ақпаратты береді. Мен 19 жыл өмір сүрдім, 6998 күн, 167.963 сағат, 604.668.8 секунд. Мәссаған, егер мен 600 миллионға дейін санасам, сонда мен 19 жыл отырам ба тағы да? Және осыған ұқсас тағы да бір сайт, Carpe Diem сайты. Бұл жерде сіздің өміріңізді нүкте ретінде көрсетеді. Сұр нүктелер сіздің осы уақытқа дейін өмір сүрген уақытыңыз, қара нүктелер енді болашақтағы өміріңіз. Әрине бұл жердегі ақпараттар тура емес, бұл статистикаға негізделген, бірақ та анда-санда кіріп өмір сүруге мотивация алып алсаңыз болады. Және де бір қызығы, мына жерде ұйқы деген бөлік бар. Егер осыны бассаңыз, өміріңіздің қанша бөлігін ұйқымен өткізетіңізді көрсетеді. Өлім қорқынышты. Адамдар көбінесе өлімнен емес, өлімнің қалай келетінен қорқады. Ал егер сіздер өлімнен кәдімгідей қорықсаңыздар, енді үйден шықпайтындай дәрежеде қорықсаңыздар, онда сізде танатофобия, әлемдегі ең кең таралған фобияның түрі. Психологтардың айтуы бойынша, адамда өлім туралы ең бірінші ойлар 3 және 5 жас аралығында пайда болады екен. Ал 5 жастан 8 жасқа дейінгі аралықта ең бірінші өлімге деген қорқыныш пайда болады. Өз үшін ғана емес, сонымен қатар ата-анасы және туыстары үшін. Ғылым мәңгілік өмір сүруге бірталай қадамдар жасап жатыр. Қазіргі таңда әлемде бірнеше адамдар крионика жасатқан. Крионика дегеніміз олардың өлгеннен кейін бастарын кесіп алады да өте суық температурада тоңазытқыштарда сақтайды. Криониканың басты идеясы, егер болашақта технология өте қатты дамып кетсе, олардың бастарын ерітіп, қайтадан өмірге әкелуі мүмкін. Ал енді сіздерге сұрақ. Ал сіздер мәңгі өмір сүргілеріңіз келе ме? Комментарияға жазыңыздар. Енді өзіме келетін болсам, мен мәңгі өмір сүруді таңдамаушы едім. Негізінде адам толыққанды өмір сүру үшін оған өлім керек. Өлім бізге уақыттың қадірін түсіндіреді. Өлім бізге туыстарымыздың, жақындарымыздың және достарымыздың қадірін түсіндіреді. Өлім бізге байлыққа мастанбауды үйретеді. Негізінде ойлап қарасақ, өлімнің өзі адамдарға өмір сүруді үйретеді. Сонымен достар, сендерге бүгін менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңдар, комментарияларыңды, ойларыңды астына жазыңдар. Келесі видеоның тақырыбын сіздер таңдасаңыздар болады. Өздеріңіздің идеяларыңызды маған жазыңыздар. Және видеоның соңында мен сендерге бір жақсы каналды көрсетейін. Бұл менің алматылық Ақжол деген досымның каналы. Өзі видеоблогингпен жақында ғана айналысып жүр, бірақ соның өзінде үлкен потенциал бар және де харизма деген жетеді. Сол себепті оның каналына кіріңдер, көріңдер, видеоларын қараңдар, тіркеліңіздер. Сонымен достар, видео аяқталды. Сендермен бірге болған мен Арман. Және келесі видеоға дейін өлмеңіздер. Еден басқа. Өмірден кәрі өтер бәрі бекер.
берілген тірлік бізге прокатқа, өмірден кәрі өтер бәрі бекер, берілген тірлік бізге прокатқа.